Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Сіздермен Феруза Мырзаева. Бүгінгі видеода мойындағы әжімді тартуға жақсы көмектесетін, оның санын азайтуға, тереңділігін кетіруге жақсы көмектесетін нәтижелі әдіспен бөліскім келіп отыр. Бүгін сіздерге арнайы маска рецепт болады және де видео соңында мойынға арналған кішігірім жаттығу көрсететін боламын. Ендеше бірге маска дайындайық. Бізге жұмыртқаның сарысы қажет болады. Егер нәтиже одан да жақсырақ болсын десеңіздер, бөдененің жұмыртқасын қолдансаңыздар болады, яғни жұмыртқасының сарысын. Бұл жұмыртқадан 3 есе витаминдерге бай және нәтижесі өте жақсы болмақ. Және де бізге таза бал қажет болады. 1 шай қасықтай таза бал қосамыз. Егер балға аллергия болса, бұл маска іске тура келмейді. Және де бізге зәйтүн майы 1 шай қасықтай керек болады. Зәйтүн майы барлық тип кожаға кете беретін өте универсал маска және әжімге де жақсы әсер береді. Жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл масканы жағардан алдын біз арнайы мойынды қыздырып алатын жаттығулар жасайтын боламыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Содан кейін бұл масканы осы пищевой пленкамен орап, оның сыртынан тағы да сүлгімен орап, қыздырып бір 15-20 минуттай ұстаймыз. Ең бірінші мойнымызды, басымызды жақсы қолмен ұстап, келесі бетке қарай тартып, мойнымызды созамыз. Мойынды созу өте маңызды. Мойын қысқарғаннан да әжім пайда болады және омыртқамен жұмыс жасау керек. Сосын осылай қолымызбен мойнымызды ұстап, артқа қарай, басымызды алға қарай видеодағыдай 15-20 рет жасаймыз. Осы жасап жатқанда жымиып тұрамыз. Және ең соңында осылай мойынды қолмен ұстап, тіреп, басымызды жоғары көтеріп, мойынды созып аламыз. Осы жаттығуларды жасап болғаннан кейін жаңағы маскамызды жағып, 20 минуттай, жарты сағаттай, тіпті пищевой пленкамен орап, сыртынан сүлгімен орап аламыз. Сосын барып жуып тастаймыз. Аптада 1 рет, 2 рет курс 1 айды қамтиды. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз ханымдар. Келесіде сіздерге өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Феруза Мырзаева.